қышуы қандай аурудың белгісі екенін білесіз бе? Дәл бүгінгі видеода қышу туралы толық ақпарат айтылатын болады. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосуларыңызды сұраймын. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Адамның денесі жайдан жай қышымайды. Оның белгілі бір себептері бар. Денеңіздің еш себепсіз қышуы мына аурулардың себебі болуы мүмкін. Бірінші, бұл дәрі ішкеннен. Егер сіз қандай да бір дертті емдеу үшін дәрі ішіп жүрген болсаңыз, ағзаға кері әсер беруі мүмкін. Соның салдарынан денеңіз қызарып, бөртеді. Кейде бүкіл денеңіз қышып, маза бермейді. Көбінесе гипертонияға, құяң, ауруды басатын, холестерин деңгейін реттейтін және жүрек соғысын қалпына түсіретін дәріні мөлшерінен артық ішкен жағдайда дене қышиды. Екінші, жүктілік кезінде. Зерттеушілер әрбір 10 жүкті әйелдің 1-2-інде дене қышуы болады дейді. Себебі жүкті кезде болатын токсикоз қышма секілді беріледі екен. Болашақ анада жүрек айну, лоқсу, құсу болмағанымен дене қышып мазасын алады. Үшінші, бұл жүйкенің бұзылысы. Тері ісінбей, бөртпей, тек бір нәрсе жүргенде жыбырлап қышитын болса, сізге жүйкеңізді тексерту керек. Жүйке шаршап, сыр бере бастағанда денеде өзгерістер болады. Дененің еш себепсіз қышуы теміреткі, склероз, инсульт, ми мен жұлын ісіктері ауруларының басты белгілері болуы мүмкін. Психикалық бұзылыстарда да дене қышиды. Егер теріңіздің ішінде бір нәрсе жүргендей сезілсе, онда жүйкеңізді емдетіңіз. Бұл жағдай көбінесе депрессия алғанда, бойыңызды үрей билегенде, ашушаңдыққа бой алдырғанда, денеңізде бір нәрсе жыбырлағандай қышып мазалайды. Қант диабеті кезінде бұл ауру да денеге қышмысып белгі береді. Денеңіз еш себепсіз қышып бастады ма, дереу қаныңыздағы қанттың деңгейін анықтағаныңыз жөн. Өйткені қант диабеті ауруының ең алғашқы әрі қауіпті белгісі екенін ескеріңіз. Бауыр ауруы. Бауыр ауырып бастағанда да дене қышиды. Әсіресе гепатит, циррозға шалдыққанда дене өз-өзінен қышып, жағдайыңызды нашарлатады. Оған өт қышқылы мен билирубиннің шамадан артық көбеюі себеп болады. Салдарынан тері қыши бастайды. Бүйрек ауруы кезінде, егер бүйрек дұрыс жұмыс істемесе, эпидермисте азотты қосылыстар түзіледі. Ол терімен сыртқа шығады. Егер терлемесе, денеде қалып қояды. Дене содан қыши бастайды. Сондықтан да бауыр мен бүйректі емдететін кезде толық әрі сапалы ем алу керектігін ұмытпаңыз. Қалқанша без ауруы. Қалқанша бездің жұмысы өзгерсе, зат алмасудың да жұмысы нашарлай түседі. Ал зат алмасу нашарлады дегенше бүкіл ағзаның жұмысы баяулайды. Бұл кезде тері құрғап, дене қыши бастайды. Темір тапшылығы кезінде де дене қышиды екен. Ағзада темір азайған кезде дене қажетті мөлшерде эритроциттер мен оттегіні тасымалдайтын маңызды гемоглобин ақуызын шығара алмайды. Нәтижесінде анемия пайда болады. Қаны аз адамның терісі бозарып, қыши бастайды. Қатерлі ісік кезінде. Дененің себепсіз қышуы өте сирек кездесетін онкологиялық аурудың белгісі болуы мүмкін. Мәселен, полицитемия, қан тамырлар жүйесі, ұйқы безі қатерлі ісігінде дене қышып белгі береді. Егер жайсыз матадан киім кисеңіз, аллергиялық әсер беретін тағам жесеңіз, онда алаңдауға негіз жоқ. Дәрігермен кеңесе отырып ем жүргізесіз. Ал егер де еш себепсіз дене қышитын болса, қауіпті аурудың белгісі екенін біліңіз. Ендеше қандай да бір жайсыздықты сезсеңіз, тез арада терапевт дәрігерге қаралыңыз.